Мінекей Жалынды ақын Жәмиға мен Сабаз ақын Нағыманның облыстық 15 кезекті ақындар айтысындағы бір майдан айтысын тамашалап отырмыз. Енді бұл екі ақынның осы кезекті ақындар айтысындағы жалпы ақындық деңгейіне қалай баға бересіз? Бір талай кезек тыңдап жүрмін, бір талай кезек өздеріне Әділғазыда боп бердім. Сонда мына тыңдарман қауым жұрттың ішінде сүйініштен басқа ренжу жоқ. Қазақ халқының өлең айтсаң жан етіңді жеп айтасың деген шындығы осы екеуінің ізденуі, үйренген әмелиятын ел ортасында өрнекті өлеңмен қолдануы барынша ғажап, ерекше жақсы. Бұлар өлең айтқан сайын оқырман елеуреп шапалақтан басқаны білмейді. Мәселен, өткен жылғы Нағыман мен Жәмиғаның айтысында Нағыман түскен жерден ақынның демесемде заңғарымын, бабаның кетсемдеймін жалғабынын. Батал деп жіберіп ет емілдегел ақытпен ардақтаған таң жарығын. Жәмиға аманбысың әріптесім, бойыңда жоқ ет менің арзан ұғым. Өзгеден сұлусың деп мақтап сені, жөн болмас бір шеңберді айналуым. Аялап қарындас деп айтысайын тілімнің қадамаяқ қандауырын. Жырыңның татыр енді шырыннан, о менің доп-домалақ балғауыным. Бұл қандай керемет. Қарап отырып күлдік біз, тыңдап отырып күлдік, күліп отырып жырғадық. Жәмиға доп-домалақ қауын сияқты бала. Расында да сондай. Ал енді Нағыманның осы айтысына Жәмиға былай деп жауап қайтарыпты. Газетке шыққаннан кейін және мен сызып қойып, үйімізде қарық болып отырдық. Қабадағы ақ қаяңның арасында қарық боп тыңдағамыз. Нағыз айтыс деген бір-біріне жауап қату деген міне осы, тартыс деген осы. Жәмиға былай дейді: әніңмен, әуеніңмен баура қызғын, бөлек қой сұрқыл тайы әр дәуірдің. Шығасап қарындасты қауындай деп тудырат тыңдарманға қандай ұғым. Парникте өкілменен өсіретін, базарда сапасы аз жалғанымың. Сәудегерлер ақш үшін базарға сап, шырынсыз шірк сатып пайда қудың. Алтайда аяз күшті, қауын өспейді, білесің климатын аймағымның. Ал егер қауын шықса, тегін шықпайды, бір деп ойлап қалма жай қауынның. Жеймін деп желпеткенге бере қоймас, жөні жоқ қапияда қарманудың. Шаранадан шайқаған бестісінде қасқасы жүлді алыпты марғабылдың. Мендағы 20 жылда жеміс беріп, балдай боп пісіп тұрған балғауым дейді. Әдетте бір жылда 2 өнім алатын химиялықтың айтқышпен жаман қауының мен емес, 20 жылда әрең пісіп тұрмын мен. Ендеше 20 жылда бір піскен қауын ол өте киел қауын. Құдай сақтасын, баяғы әулие әмбиелер заманындағы саған құдірет бітіретін қауын қылып алып келген табиғаттың бір тартуы бізге. Жәмиға осыны айта білген. Мұны естіген Нағыман неге разы болмайды? Нағыман онан ары өршеленеді. Ал енді осы екеуін екіге бөліп жіберіп, кейбір ақындармен салған күндеріміз болды. Бұл қарсы әріптестері Жәмиға мен Нағыманның өрлеген өріне, беттеген беліне ілесе алмай қалғанда, ол әріптес емес, аяңшыл ақын емес, ана қарсы отырған. Тыңдарман халық екі өкпесінен шаншуға далғанда ентігіп,
бетімізді өрге бұра алмай жерге қарап қаламыз. Екі жақтылық қиналу бар. Біреусі ана Шабан ақынды барынша аяп кетесің, жаныңды жеп отыр. Енді біреусі өрлеп бара жатқан Нағыман мен Жамиғаны аяйсың. Қап, мына әріптесінің қарсысынан кезігі ой. Бағанағы екеуінің айтысқан айтыс қандай еді? Мыналарға бөліп жіберген уақытта түскен орнын қара. Бағанағы зар желіс, құйындай ойнап шығып бара жатқан, сұңқардай сілкініс бәрі төмендей бастаған. Қатарындағы адам жүрмегеннен кейін ол қаншалық зарлайды. Деп екі жақтылық қиналамыз. Көп айтыстарында Нағыманның да, Күлсінайдың да, Жамиғаның да жүгірісі солай. Сондықтан менің ойым, бұдан кейінгі ақындар айтысында осында жүйрік ақындардың өзін екшеп алып, 10 шығар, 20 шығар, 15 шығар. Біз 60 ақынның орнына осы 10, 12, 15 ақынды айтысыпты ақындар айтысын өткізсек болады. Кезеңде ел мерейін асыратын, шабытым неге менің шашырасын. Жамиға бой жетіп те қалдың ғой сен, бұлай айсам көңілің жасымасын. Қыз баланың желегі жеңішінде, қашанғы енді оны жасырасың. Бір күні келін болып бір ауылға, тағдырдың дегеніне басырасың. Сол күніңді әкелсем көз алдыңа, ал енді тыңдап отыр асыл ақын. Илеуге көнбейтіндей болса егер, күйеуге көсеу алып атыларсың. Сармай алсаң ішінен қылшық шығып, саба піссең жаруға жатыларсың. Тар түйсең келіні қағайырып, ауылды уайымға батырарсың. Көгінені көлденің чәнчи алмай, көмекке көршілерді шақырарсың. Айтқаның орындалмай қалған күні, бәлкім сен атаңа да ақырарсың. Бұзауды күніне бір жамыратып, енеңді қара чаймен қатырарсың. Ай, тәтті екен әзілдерің сері жігіт, қабаның қарық болды елі күліп. Көп көрім қыз боқ қалды деп жүргенде чошыт белді пәлені төгіп. Үмітті балаларда суып қалдау, қоймасам қалжыңыңды бері бұрып. Қарыны төгіп шашпай әптен түйем, келсаппен жарат деме келін ұрып. Жігіт тапсам жүрегіммен құрметтеймін, мәңгілік жар болармын көңілі жоқ. Атаңа ақырарсың дей көрмегін, көрсетем періште деп пері қылық. Eyін ұстап іс істесем, қолым епті төрге сырмақ жаярмын төгілдіріп. Бұғыдай қып бұзауын семіртермін, ыңғайлабықты жерге желі құрып. Сайыр саусам қашпаймын, белім ұйып, қолым тисе кетеді желін үйіп. Сол кезде енем мені еркелетер, мен құйған күрең чайға жоны жібіп. Қазақтың салт дәстүрін сақтап өтем, кіргенше қара жерге кебін қиып. Аман болсаң мен аға, атбайларың сөйледің болашақтан нені біліп. Сол кезде Алтай беті аңыз қылар, болды деп осы ауылдың келіні Ғұтайым.